Ассаламалейкум. Бүгін біз қазіргі болып жатқан хит тақияны тоқимыз. Ол үшін бізге 3 размерлі крючок және королевский пайетке мен алған және сіріңке ол бізге жіпті тығу үшін керек болады. Және де бізге екінші королевский пайеткеге бірге қосылып тоқылатын ол бізде шелковый жіп, жібек жіп деп айтады. Бұл жібек жіп тақияға өте күшті. Міне екеуін қараңыздар, екеуінің бірдей жіңішкелігі, барлығы бірдей. Екеуі сәйкес келеді бір-біріне. Енді қазір біз круг жасаймыз және ол жерден біз бір столбик, бір воздушный петля шығарамыз. Қатты тартамыз. Қаттырақ тартып және бір воздушный петля, екі воздушный петля, 3, 4, 5 және осыны круг қылып соединять етеміз. Ең бірінші тоқыған воздушный петлямызға біз соединительный столбик жасаймыз. Пайеткелер кішкене мешать етеді, оған мән бермейміз. 1, 2, 3 соединительный столбик жасағаннан кейін 3 воздушный петля аламыз. Енді қараңыздар, міне круг өзі көрініп тұрады, дөңгелек болып. Енді осы дөңгелекке 18 столбик с одним накидом тоқимыз. Бұл тақияның схемасы өте оңай. Осыны бір тоқып жаттап алсаңыздар, өздеріңізге өте ыңғайлы. Мен барлық тақияны осы узормен тоқимын. Менде 3, 4-шісін тоқып жатырмын. Осылай 18 столбик с одним накидом тоқимыз. Пайеткелер мешать етеді. Барынша жақсылап тоқуларыңыз керек болады. Мен видеоны тездетемін. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Кругқа 18 столбик с одним накидом тоқимыз. Кругтың ішіне. 18 столбик с одним накидом тоқығаннан кейін біз ең алғаш тоқыған 3 воздушный петляның 3-ші воздушный петлясына біз соединительный столбик жасаймыз. Яғни бірінші қатарды біз бітіреміз. Қараңыздар, міне 3-ші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Осылайынан біздің бірінші қатарымыз толығымен аяқталады. Қатты тартамыз жіпті. Пайетке осылай келіп қалса, өткізіп жүрулеріңіз керек болатын шығар. Мен өткізіп жүремін өзім. 2 воздушный петля алдым мен. Қараңыздар, 2 воздушный петля алдым. Енді әр столбикке біз енді бір столбик без накида тоқимыз. Қараңыздар, 2 воздушный петля, келесі столбикке бір столбик без накида, воздушный петля, келесі столбикқа бір столбик без накида және воздушный петля. Бұл воздушный петля бізде арка болып саналады. Не, қараңыздар. Бір столбик с одним без накида, бір воздушный петля. Осылай біз арка жасап жатырмыз. Қазір ол арканы түсінесіздер. Өте оңай тақия, мен сіздерге тағы айтамын, өте оңай тақия. Осы схемасын, осы тоқу жолын жаттап алсаңыздар, өздеріңізге сондай оңай болады. Әр столбикке бір столбик без накида тоқимыз.
Әр тоқыған столбик без накидадан кейін воздушный петля тоқимыз. Воздушный петля ол бізде арка. Басында тоқылу кішкене қиындау болады, пайеткемен тем более қиындау. Қазір мен видеоны тездетіп жіберемін. Тезірек. Екі воздушный петля тоқыған жерге жетіп алғанша. Одан кейін сіздерге тағы да түсіндіретін боламын. Мен міне екінші қатарды бітіремін қазір. Енді біз ең алғаш жаңағы тоқыған екінші қатарды бастаған кезде тоқығандағы екі воздушный петляның екінші воздушный петлясына біз соединительный столбик жасап, яғни екінші қатарымызды толығымен бітіреміз. Екі воздушный петляға біз екінші воздушный петлясына соединительный столбик жасаймыз. Сонымен біз үшінші қатарды міне бастаймыз. Мен 3 воздушный петля аламын. Қараңыздар, міне екі қатарымыз бітті. Міне бұл біздің төбеміз болады. Пайетке артында, негізі артында қалай берген дұрыс, оны пинцетпен шығарып жатады, мен шығармаймын. 3 воздушный петля аламыз. Қараңыздар, 3 воздушный петля аламыз. Енді әрбір аркаға, қараңыздар, жаңағы біз тоқыдық қой, бір воздушный петля тоқыдық, сол әрбір аркаға бір столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Пайеткемен қиындау кішкене. Өте қиын деп айтсам болады. Королевский пайетке кішкене жақсырақ, российский пайеткеден қарағанда. Российский пайеткелер жиі арасы. Ал мынау королевский пайетке қай жақты екенін білмеймін, но бірақ арасы алыс пайеткелердің. Міне столбик без накида тоқыдық, екі воздушный петля аламыз енді. Аркамыз біздің уже көріне бастайды. Екінші келесі аркаға столбик без накида, екі воздушный петля. Келесі аркаға, яғни воздушный петля тоқыдық қой бір-бір. Сол бір воздушный петляға біз арка деп айтамыз. Сол аркаға, каждый аркаға столбик без накида алып тоқисыздар. Мен шатастым, сол үшін сіздер шатаспай арканы тауып алып тоқыңыздар. Столбик без накида, екі воздушный петля. Қараңыздар, столбик без накида, екі воздушный петля. Өзі арка көрінеді, өзі жалпы. Соны дұрыстап қарап тоқсаңыздар. Міне, қараңыздар, өзі көрініп тұрады. Сол көрініп тұрғанға тоқисыздар. Маған камерамен ыңғайсыз. Міне, арасын крючокпен ашып көрсеңіздер болады. Екі воздушный петля и столбик без накида, екі воздушный петля. Осылай 3 воздушный петляға дейін тоқисыздар. 3 воздушный петляға дейін.
Міне соединительный столбикқа жақын қалдық. Енді міне қараңыздар, біз бағана соединительный столбик тоқығаннан кейін 3 воздушный петля алдық, е? Енді сол 3 воздушный петляның мен ортасына, яғни екінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймын. Көріністер ма міне? Және 3 воздушный петля аламын. Біздің міне 2-3 қатарымыз дайын. Не, әп-әдемі болып шыға келді. Біз міне 3 воздушный петля алдық қой. 3 воздушный петля алып, соединять еткеннен кейін, міне енді аркамыз анық көріне бастады, я? Енді осы аркаға мен столбик без накида тоқимын. Столбик без накида 2 воздушный петля, келесі аркаға столбик без накида 2 воздушный петля, келесі аркаға тағда столбик без накида және 2 воздушный петля тоқимын. Енді бұл бізде түсінікті деп ойлаймын. Енді видеоны тездетемін. Сіздер соединительный петляға келгенге дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Не қатарға тез жету үшін мен видеоның барлығын тездеттім. Сіздерге ол бәрі түсінікті деп ойлаймын. Мен қолыма қарап тоқып жатыр деп ойлаймын. Қараңыздар, не соединительный столбик бізде. Соединительный столбик ол бізге көрініп тұр, анық көрініп тұр. Көрінесіздер ма? Енді мен 3 воздушный петля алдым ғой. Енді соның ортасындағы воздушный петляға мен соединительный столбик жасаймын. Яғни ары қарай 2 воздушный петля болады бізде получается. Сол қатарымыз аяқталды солай. Қазір соединительный столбиктен кейін мен 4 воздушный петля алдым. 4 воздушный петля алып, жібім шатасып жатыр қазір. Ары қарай кеттік. 4 воздушный петля алдым. 4 воздушный петлядан кейін келесі аркаға столбик без накида 3 воздушный петля аламыз. Қараңыздар. Столбик без накида 3 воздушный петля. Келесі аркаға столбик без накида. Бұл арканың прям воздушный петлясына тоқымаңыздар. Арканың өзін алып тоқыңыздар. Жақсы ма? Өйткені соединительный столбикпен әйтпесе шатасып кетесіздер. 3 воздушный петля. Столбик без накида. 3 воздушный петля. Енді мен ары қарай видеоны тездетемін. Бұл түсінікті деп ойлаймын, бұл қатар. Мен видеоны тездеттім. Сіздер бұл қатарды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сол үшін видеоны тездетемін. Енді қараңыздар, міне соединительный столбик көрдіңіздер ме? Бізге қатарымыздың аяқталуына аз қалды деген сөз. Яғни шатасып кетпейміз. Қалған жердің бәріне арканың өзіне тоқимыз. Ал қатарымыздың аяқталуын білу үшін біз бір артық воздушный петляға тоқимыз. Соединять етеміз. Қатарымызды солай аяқтаймыз. Қатарымыздың аяқталуына міне аз қалды.
4 воздушный петля алған едік біз. Енді соның біз екінші воздушный петлясына соединительный столбик жасаймыз. Қазір міне қатарымызды аяқтап жатырмын. Міне 4 воздушный петляға келдік, яғни бір воздушный петля арттық. Мен сол воздушный петляны алып, соединительный столбик жасаймын. Қараңыздар, міне екінші воздушный петляны алып, соединительный столбик жасаймын. Келесі қатарды тоқу үшін мен 5 воздушный петля аламын. 2, 3, 4, 5. Яғни бір воздушный петля, ол бізде артық петля жүреді. Всегда артық петля алу керек, соединять еткеннен кейін. Ол бізде соединительный воздушный петля болып саналады. Енді аркаға столбик без накида тоқимыз, және 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, міне төртіншісі. Келесі аркаға столбик без накида. 4 воздушная петля. Келесі аркаға тағы да столбик без накида. 4 воздушная петля. Осылай соединительный столбикқа дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Столбик без накида, 4 воздушная петля. Столбик без накида, 4 воздушная петля. Өздеріңіз асықпай тоқсаңыздар болады. Өздеріңіз көргенде видеоны тездеттім. Бұл жерде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мен соединительный столбикқа жақындап қалдым. Бұл қатардың аяқталуына жақындадым деген сөз. 2, 3, 4 воздушная петля бізде, және соединительный столбик. Біз 5 воздушный петля алған себепті оның ортасындағы воздушный петляны аламын. Яғни 3-ші воздушный петляға мен соединительный столбик жасаймын. Ол қатарымыздың аяқталуын білдіреді бізге. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Міне біздің тақиямыздың төбесі дайын. Енді бір воздушный петля алып, біз 6 воздушный петля жасаймыз. 6 міне соединительный столбик жасадық. 6 воздушный петля алдық. Енді келесі аркаға столбик без накида. Енді біз 5 воздушный петля аламыз. 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля алып, біз келесі ана жерде шатасып кеттім. Келесі аркамызға біз столбик без накида тоқимыз.
және 5 воздушный петля аламыз. Столбик без накида тоқимыз. Ана жерде шатасып кеттім, жай ғана ештеңе етпейді. 1 воздушный петляны алып тастадым. 5 воздушный петля, столбик без накида. Әрбір аркаға столбик без накида тоқимыз. Қыздар. Екі жіппен тоқығанның қиындығы осы. Кейде бір жіпті ұмытып кетесің, бір жіп қалып қалады. Сол үшін мұқият қарап тоқыңыздар. Егер екі жіппен тоқып жатсаңыздар. Осылай қатар аяқталғанша, яғни соединительный столбикқа жеткенше, осылай әрбір аркаға столбик без накида, 5 воздушный петля. Столбик без накида, 5 воздушный петля тоқисыздар. Ал мен видеоны тездетемін. Сіздер түсінді деп ойлаймын. Мен қатардың аяқталуына аз қалдым. Міне соңғы столбик без накида, 5 воздушный петля тоқимын. 2, 3, 4, 5. Енді міне соединительный столбикқа келіп жеттік. Мен 6 воздушный петля тоқыдым. Соның ортаншысы, яғни 3-ші воздушный петляға мен соединительный столбик жасаймын. Соединительный столбик жасап, мен 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушный петля тоқыдым. 7 воздушный петля тоқыған себебім, келесі бізде қатарымыз 6 воздушный петлядан тұрады. Қараңыздар, міне. Тақиямыздың төбесі әдемі шыққан. Ал іш жағы осындай болады. Пайеткенің бәрі артына кетіп қалады, асты жағына түсіп кетеді. Неге екен ол жағын білмеймін. Енді кеттік. Столбик без накида. Мен столбик с одним накидом тоқып кеттім. Столбик негізі без накида. Столбик без накида. 6 воздушный петля тоқимыз. 6 воздушная петля. Аламыз. Келесі аркаға біз столбик без накида тоқимыз. Одан кейін 6 воздушная петля. Келесі аркаға столбик без накида. Осылай жалғастырып кете бересіздер қатардың аяқталғанына дейін, яғни соединительный столбикқа дейін осылай тоқисыздар. Өте оңай тоқылуы, қарап тұрсаңыздар. Пайеткемен әрине қиындау кішкене, бірақ жалпы тоқылуы өте оңай. Пайеткесіз құры ярнар джинспен тоқсаңыздар өте керемет тұрады. Өте керемет болады. Ал пайеткеді джинсқа араластыра алмадым, өйткені джинс бізде көбінде жұмсақ жіп болған себепті, қалыңдау кішкене болған себепті, пайетке жіпке араластырсаң, тақия формасын біріншіден жоғалтады, екіншіден тақия қалың болып кетеді. Сол үшін құры джинспен ғана тоқыған дұрысырақ болады. Егер мынау пайетке жіпке
басқа жіп араластырамын десеңіздер, ондай болса сіздерге жіңішке жіпке араластыру керек болады. Өте жіңішке, яғни ярнард лили, ярнард бегония, осындай мынау шелковый жіп, жібек жіп те жарайды. Ализа дива да жақсы жіп, пайеткемен араластырғанға, яғни жіңішке жіптер араластыру керек болады. Әйтпесе мүлдем жуан болып кетеді, тақия қалың тақия болып кетеді. Басқа жуанырақ жіп алатын болсаңыздар. Міне мен видеоны қазір тездетемін, сіздер түсінді деген ойдамын. Міне видеоны тездетіп, аяғына дейін де жетіп қалдық. Яғни қатардың аяқталуына да жетіп қалдық. Жіптерім шатасып, менің тоқуға кедергі келтіріп жатыр. Видео түсіруге тоқуға кедергі келтіріп жатыр. Міне, енді 7 воздушный петля тоқығаннан кейін мен оның ортасын аламын. Яғни 4-ші воздушный петляны аламын мен. 4-ші воздушный петляны алып, сол жерден соединительный столбик жасаймын. Соединительный столбик жасап, жібімізді қатты тартып, енді 8 воздушный петля тоқимын мен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушный петля тоқып, осы қатар соңғы қатар болады бізде. Тақиямыздың төбесі дайын тақия. Міне, қараңыздар, арка қандай әдемі болып көрініп тұр. Төбесі де әдемі, жан-жағы да әдемі болып. Тура осындай әдемі тақия шығады сіздерде де. Енді жалғастырып тоқимыз. 8 воздушный петля алдық. 8 воздушный петля алдық. Мен камераны кішкене алыстаттым. Камераны алыстатпасам, сіздерге тақия үлкейген сайын камераға сыймай бара жатыр. Енді келесі аркаға біз столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида. Және 7 воздушный петля тоқимыз. 7 воздушный петля. 3, 4, 5, 6, 7. Енді келесі аркаға столбик без накида. 7 воздушный петля. Қараңыздар, тағы да бір айта кететінім, осы қатар, соңғы қатар деп айттым. Яғни тақиямызды аяқтағанша осы 7 воздушный петлямен аяқтаймыз тақиямызды. Осы 7, 6 дегендер ең жақсы мынау арка деп өзім есептеймін. Өйткені қанша тақияларды көремін, аркалары қатты ашық. Тақия өзіме грубо көрінетін сияқты, енді өте білмеймін, өзіме солай болып көрінді. Сол үшін менің көп тақияларымды аркасын қатты ашық қылмауға тырысамын. Міне біз өзіміздің аяқтау қатарымызда тоқып жатырмыз, соңғы қатарымызда. Және осы қатармен
уже төмен қарай түсіп кетеміз. Тақиямыздың төбесі дайын получается. Ал келесі қатар тура осындай болады. 8 воздушная петля, столбик без накида, сосын ары қарай 7 воздушная петля. Сосын соединительный рядқа келген кезде, соединительный қатарға келген кезде 8 воздушный петляның бір ортаңғы, яғни ортаңғы воздушный петлясына сіздер соединительный столбик жасайсыздар. Сосын ары қарай солай қатарды жалғастырып, төмен қарай түсіп кетеміз. Сіздер өздеріңіз тоқи береді деген ойдамын. Мен видеоны тездетейін. Міне видеоны тездетіп, мен осы қатарды аяқтайын деп жатырмын. 7 воздушный петляны алып, жаңағы соединительный петляға келдік. Осы қатардан кейін өздеріңіздің ұзындыққа қарай тоқып алсаңыздар болады. Міне ортаңғы воздушный петляға мен соединительный столбик жасап 8 воздушный петля аламын. Яғни бір воздушный петля ол бізде соединительный петля болып саналғандықтан мен 8 петля, яғни бір петля артығымен алдым. Қараңыздар міне. Осылай жалғастырып кетесіздер өздеріңіздің ұзындыққа қарай. Столбик без накида, 7 воздушная петля. Столбик без накида. Тақияларыңыз айналып кетпесін, айналып кетсе де тоже шатасасыздар. Қалай бар, тақияларыңызды солай ұстап отырыңыздар. Айналып кетуі мүмкін. Менде солай айналып кеткен болатын. Сол үшін сіздерге де өзімнің опытымнан алған нәрсемді айтып жатырмын. Міне осылай жалғастырып тоқисыздар. Қазір мен қанша қатар тоқығанымды сіздерге көрсететін боламын. Қазір міне біткен жерін көрсетіп жатырмын. Қазір соединительный петля жасап, мен қазір жібімді кесемін. Жібімді кесіп, артық жіптердің арасына тығып, сосын бәрін көрсетемін. Не, соединительная петля, бір воздушный петля, содан кейін жібімді кесіп, жібімді шығарып, бір пайеткем түсіп қалды. Ештеңе етпеді. Енді артық жібімді жіптердің арасына тығамын.
осы крючокпен тығамын, видеоны тездетемін, өйткені ұзақ процесс, бұл процесс негізі. Көбіне ұнамайтын процесс негізі. Тез тығып, қазір дайын тақияны сіздерге көрсетемін. Негізі басқа киіп көрсету ыңғайлы еді, қалай тұратыны деген сияқты. Но бірақ осылай да нормально. Енді кестім, кішкене тартып жіберем. Қазір күйдіріп жабыстырған кезде, анау тартылған кезде тақия жіп шығып кетуі мүмкін и сөгіліп кетуі мүмкін. Сол үшін міне жібек жіпті білесіздер, оны осылай не істеу керек. Жібек жіпті сөгіліп кетпес үшін тек осылай ғана жіпті күйдіріп қана тығу керек. Ол бір жақсы жабысып қалады. Күйдірген кезде екі жіп бір-біріне жабысып қалады. Пластмасс сияқты жіп қой. Өзіме қатты ұнайды осы жібек жіп. Тақиялар өте керемет шығады осы жібек жіптен. Барлықтеріңізге прям советую осы жібек жіпті. Міне тақиямыз дайын. Артық ештеңе жоқ. Сау болыңыздар.